Мұқағали Мақатаевтың ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұрттың жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айнымас жан серік хақ. Мұқағалидің өлеңдері шын шабыттан, қиын күйзеліс пен шын қуаныштан, шын сағыныштан туған. Ол қазақ өлеңінің ұлттық бояуымен рухын ұстанды, оны түрлендіре байытты, естіп қалың қазақ оқырмандарының жүрегіне жол ашты. Әрине, мұндай ақынның ғажайып өлеңдерінің ішінен тек біреуін таңдау мүмкін емес. Сол себепті сіздерге өзім сүйіп оқитын өлеңдерді паш етпекшімін. Мұқағали Мақатаев: бабаларым, рахмет сендерге. Бабаларым, рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көргеуде, қобызыңмен қосып әнмен тіл бердің, өмірге мемқау болып енгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың айтпай кеткен сырларын, қорқынышты мұңсарын қобызыңның шанағына тыңдады. Құлазыған сенің қыла түздерін, не білмеген, не көрмеген ізгелі, жазылмаған тарихымның жолдарын аузиканысынан іздедім. Мен білмеймін, басын әлге орнатпа, шығар салып жасадым ба жаннат бақ. Әлде қалай тасқа түскен таңбада, табынамын тарихымдай ардақта. Сырашпайды сенің қыла түздерін, сырашпайды тау тастағы іздерін, сенің бүкіл болмысының тағдырын домбыраның пернесінен іздедім. Іздедім де сәттерімде түнілген, тастап кеткен аңызына жүгінген, жүгінген де қайта туған тірілген, тарихымды жазудамын бүгінмен, бабаларым, сенің ана тілімен. Менің мұна қайта туған күнімде, сөйле оркестр дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт менің ана тілімде, сөйле Данте менің ана тілімде. Бұл өлеңнің жүрегімнің орын тепкен себебі, өлеңнің мағынасы тұңғиық тереңде жатыр. Ақиқат бұл өлең арқылы бізді ата-бабамызды құрметтеп, ана тілімізді дәріптеуге шақырады. Бағымызға қарай ердің құны 100 жылқы, араман жылқы дейтін текті елге ұрпақ болды. Асырлар бойы әбден сұрыпталған, орныққан өзіндік жол-жалғымыз бар парасатты жұртпыз. Және осының бәрі бабаларымыздың арқасы. Сондықтан да бұл өлең мен үшін тізімде әрдайым бірінші орында тұрады. Келесі өлең мен әрдайым сынымды сайрап тұрады. Бұл өлең маған өмірлік ақыл, мотивация деуіне болады. Ол шыда-шыда өлеңі. Шыда-шыда, шыдай түс, шыдадағы. Шыдамдыны мұна өмір ұнатады, үміттің қылане қыладаны. Әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгінне, өмір болмайды түнілге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып, хақым бар жүрдіге. Түсінемін жанның ауырған, шыдадың ғой, шыдай түс дамылдағын, йоқтардың тәсілін қабылдағын, басқасына басырып табынбағын. Шыдай түс тағы шыда, тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жұтпай кіршіксіз намысына қарсуға болады. Менің бұл өлеңнен түйгенім, өмір деген үлкен көз. Өмірде бәрі болады, жеңісте. Бірде құлайсың, бірде қуанасың. Алдымыздан кездескен қиындыққа түсіп бере білуге шыдау керек. Жамырдан кейінде түрде күн шығады, сол сияқты әр істің өз жақсылығы болады. Тек сабыр сақтап күте білу керек. Сіздерге айтарым, өмір қамшының сабырдай қысқа, уақытымызды тиімді пайдаланып бекер өткізбейік. Қорытындылай келе, Мұқағали Мақатаевтың мұрасы, өлең үлгісі біздің бүкіл игілігіміз ғана емес, болашақ ұрпақтың да еншісі, қастерлеп қадірлейтін қазынасы деп білемін.